Әжесі қайтыс болғаннан кейін 9 жасар бала жалғыз жақынынан айырылып, үлкен тәуекелге бел буады. Ол бұрын сонды көрмеген. Алыстағы Америка Құрама Штаттарында тұратын анасын іздеп, шекара асуды ұйғарды. Анасының ай сайын жіберетін ақша салынған конверттеріндегі мекенжайды ол жалғыз бағдар ретінде қиып алып, киімінің арасына мұқият жасырып қояды. Өзімен бірге анасынан қалған жалғыз суретпен бар жиған тергенін алып, бейтаныс елге жол тартты. Оның анасын табуға небәрі 5-ақ күні бар еді. Өйткені анасы әр жексенбі сайын оған қоңырау шалатын. Мексикадан Америкаға өту үшін Карлостың контрабандашылардың көмегіне жүгінуден басқа амалы қалмайды. Қылмыстық топ оны $1000 шекарадан өткізуге уәде берді. Көлікпен шекараға жақындағанда, жүргізуші тексерістен қалай өтуді ойластырып, көлікті тоқтатады. Ол артқы орындықтың астындағы бір адам әрен сиятын. Тыныс алудың өзі қиын тар қуысты көрсетті. Мақсатына жету үшін Карлос сол жерге тығылады. Шекарадан өткенше ол дыбыс шығармай жатуы тиіс еді. Көлік қозғалып, шекара бекетіне келгенде, офицерлер көлікті тінтуден өткізді. Бірақ күмәнді ештеңе байқамаған соң өтуге рұқсат береді. Алайда дәл сол сәтте полицейлердің бірі көліктің бұрынғы жол ережесін бұзғаны туралы деректі көріп қалды. Жүргізушінің айыппұлды сол жерде төлеу туралы өтінішіне қарамастан, тәртіп сақшылары көлікті айып тұрағына сүйретіп әкетеді. Тар қуыста тығылып жатқан бала түн ортасы ауып, айнала тынышталғанша қимылсыз жатты. Тұрақ босаған кезде ол еппен сыртқа шығып, жүгін алып қаша жөнеледі. Бірақ асығып жүріп, барлық ақшасын тұрақта түсіріп алғанын байқамады. Келесі күні Лос-Анджелеске билет алу үшін вокзалға барғанда, кассир оның жасы кіші болғандықтан билет сатудан бас тартады. Көмек сұрамақ болғанда полицейлерді көріп, дереу әжетханаға тығылды. Сол жерде кездескен бір адамға билет алып берсе $100 беретінін айтады. Алайда рюкзағын ашқанда, ақшаның жоқ екенін біліп есі шықты. Өзі жүрген жерлерді қайта қарап шықса да, ештеңе таба алмады. Көлік эвакуатормен кеткенде, ақшасы сол жерде қалып қойған еді. Мұны естіген әлгі адам бірден райынан қайтып, баланы алдап тұр деп ойлады. Ол Карлосты елсіз жерге апарып, адам саудасымен айналысатындарға сатып жібереді. Осылайша анасын іздеп шыққан бала біреулердің табыс көзіне айналып, фермаға тап болды. Енді ол күн сайын басқа заңсыз мигранттармен бірге қызанақ жинауға мәжбүр еді. Көп ұзамай фермаға тексеріспен полиция қызметкерлері басып кіреді. Фильмнің атауы «Под одной луной».